Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеомызда қасиетті Режеп айы туралы әңгімелейміз. Ислам тарихында бұл ай ерекше маңызға ие. Режеп Алланың ерекше мейірімі мен рахымы төгілетін 4 қасиетті айдың бірі. Ендеше бұл айдың артықшылықтары, құлшылықтары және бізге тигізер рухани пайдасы жайында толығырақ айтып берейік. Режеп мұсылмандар үшін қасиетті 4 айдың бірі. Бұл туралы Құранда айтылған, расында Алланың қасында айлардың саны 12, олардың 4-еуі қасиетті. Бұл айларда жаман әрекеттерден тыйылып, жақсылыққа ұмтылу өте сауапты іс болып саналады. Режеп рухани дайындық айы, ол Рамазан айына жақындаудың алғашқы қадамы болып табылады. Режеп айында Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Миғраж түнінде Алла тағаламен жүздескен. Бұл ерекше оқиға мұсылмандардың намаз оқуының парыз етілуімен тікелей байланысты. Режеп айы Алланың мейірімі ерекше төгілетін ай, сондықтан бұл айда күнәлардан арылуға ерекше көңіл бөлу қажет. Режеп айында қандай құлшылықтар жасау қажет? Бұл айда мұсылмандарға көбірек құлшылық жасап, Алладан кешірім сұрау ұсынылады. Намаз, 5 уақыт намазды уақытылы оқып, қосымша нәпіл намаздарды орындау. Ораза, Режеп айында ауыз бекіту, сауапты амалдардың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім Режеп айында бір күн ораза ұстаса, Алла оның күнәларын кешіреді деп айтқан. Тәубе және истиғфар, күнделікті өмірімізде жасаған қателіктер үшін шын жүректен кешірім сұрау. Садақа, қайырымдылық жасап, мұқтаждарға көмек көрсету. Режеп айында жиі оқылатын дұғалар, Режеп айында төмендегі дұғаны жиі қайталау ұсынылады. Аллахумма бәрик ләнә фи рәжәбә уә шағбана уә балиғна Рамазан. Мағынасы, Алла, Режеп пен Шағбан айларында бізді берекетке бөліп, бізді Рамазан айына аман-есен жеткізе көр. Қасиетті айдың тәрбиелік мәні, Режеп айы бізге сабырлылық, тақуалық және өзін-өзі тәрбиелеуді үйретеді. Бұл ай жүректі тазартып, рухани байлыққа кенелетін уақыт. Құлшылық арқылы жанымызды тыныштандырып, Аллаға жақындай түсеміз. Құрметті бауырлар, Режеп айы бізге рухани жақсарып, Аллаға деген сүйіспеншілігімізді арттыруға керемет мүмкіндік. Бұл айды пайдалы істермен өткізіп, сауап жинауға тырысайық. Алла баршаңызға береке мен мейірімін жаудырсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Егер видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.